Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Біз 1 желтоқсан тұңғыш президент күніне орай тәрбие сағатын өтеміз. Тәрбие сағатымыздың тақырыбы елін сүйген, елі сүйген елбасы. Балалар, біздің тәрбие сағатымыздың мақсаты 1 желтоқсан тұңғыш президент күні мерекесінің мәнін ашу, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өмір жолы, туып өскен, оқып білім алған, қызмет еткен жерлер туралы мағлұмат беру. Елбасымыздың өмірбаянына келетін болсақ, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 6 шілде 1940 жылы Алматы облысы Қарасай ауданы Шамаған ауылында дүниеге келген. Елбасымыз мектепті жақсы оқып, жақсы білім алған. Балалар, келесі суретте біздің Қазақстан Республикасы мемлекеттік туы бейнеленген. Ал келесі суретте елбасымыздың шахтада жұмыс істеген кезінен естелік сурет. Елбасымыздың саяси өмірбаян бастауы 1991 жылы 1 желтоқсанда республика жұртшылығы тұңғыш рет Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты республикамыздың президенті етіп сайлады. Ал 1993 жылы 15 қарашада Қазақстан Республикасының ұлттық ақшасы теңге айналымға енді. Ал 1995 жылы 28 қаңтарында тәуелсіз Қазақстан Республикасының тұңғыш ата заңы қабылданды. Балалар, келесі суретте Қазақстан Республикасы мемлекеттік елтаңбасы берілген. Бұл туралы мағлұматты сендер өте жақсы білесіңдер деген ойдамын. Балалар, келесі суреттер елбасымыздың отбасымен түскен суреттері. Елбасымыз ата-анасын қатты құрмет тұтты. Ал балалар, енді сендердің елбасымызға арнаған өлең шумақтарын тыңдайық. Ел бағына туылған, ұлтқа ұран туы болған, халық патша сайлаған, нұрлы сұлтан Нұрсұлтан. Дін мен ұлтты жинаған, мәмілеге шақырған, бейбіт күнге жол салған, нұрлы сұлтан Нұрсұлтан. Мемлекетіндегі жаңа қазақ орта мектеп коммуналдық мекемесінің 4 сынып оқушы Жанбек Данияр және Жанбек Данияр, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Әлемдегі қазіргі тарихындағы кемеңгер тұлға. Елбасы жер жаһанға мемлекеттің бейбіт және ядролық қарусыз саясатын паш етіп, Қазақстанды бірінші деңгейге көтерді. Елбасымыз жолдайда халқы оны қолдайды, ешқашанда орынсыз шешімдері болмайды. Ел басқарған елбасы. Қазақстандай мемлекетті басқарған, жұлдыз болып жаңа жолға бастаған елбасымыз Нұр ағаның арқасы, жеткеніміз мұраттарға аңсаған. Жарайсыңдар балалар, назарларыңызға рахмет.